Кеш жарық құрметті телегөрермен ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде өзекті хабарының кезекті шығарылымы эфир тізгінінде мен Жандос Хамза. Ал біз бүгінгі бағдарламамызда қысқы мал азығын қамдау маңызды іс деген тақырыпта әңгіме өрбітпекпіз. Ендеше арнамыздан ауыспаңыздар және бүгінгі біздің студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Зұлғашев Рүстем Мүлкайұлы. Рүстем Мүлкайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Бағдарламамызды бастамас бұрын тақырыбымызға тұздық болсын, әңгімемізге арқау болсын. Алдымен қысқа ғана сюжет бар, соған назар аударайық. Әрмен қарай әңгімемізді жалғастыра жатармыз. Басқарма басшысының айтуынша есептемелер бойынша 4 ауданнан 110 мың бас сиырын, 255-те 9 мың бас қой және 44-те 2 мың бас жылқы аналығын қамту жоспарланып отыр. Қажетті қаражаттың көлемі 3 миллиардтан асады. Тиісті сома облыстық бюджеттік комиссияда мақұлданған. Агроқұрылымдарды субсидиялауды тамыз айынан қалдырмай бастау көзделуде. Бөкей Ордасы мен Жәнібек пішенді өзге жерлерден алып, ал Казталов пен Жаңқала ауданда өз ішінен тасымалданбақшы. Былтырғы жылдан қалған 148 мың тонна шөп қолда бар. Биылғы жыл мал азығы дайындауға келетін болсақ, 1 тамыздағы жағдай бойынша 2,1 миллион гектар шабындық шабылып, облыс бойынша орташа 3,6 центнер гектар өнімділікпен 763 мың тонна мал азығы әзірленді. Былтырдан қалған көлемді қоса есептегенде бұл жалпы қажеттіліктің 45%-ын құрайды. Оңтүстік аудандарды мал азығымен қамтамасыз ету үшін әрбір ауданға 10 мың рулоннан шөп қорын дайындау тапсырмасы берілді. Және аймақ басшысы бұл мәселені шешуге өзге аудан әкімдерде үлес қосу қажеттігін айтты. Көптеген шаруашылықтар өкінішке орай малдары жоқ, жайылымдық жерлерді бәрін алып алған, шөпті деген 50%-ға жаңа біреуге жалға беріп, тек сатып отыр. Мен айттым ғой, жер басқармасы аудан әкімдерімен бірлесіп, малы жоқ, тек ана шөпті сатып отырған шаруашылықтардың жерлерін қайтару жөнінде шара қабылдаңыздар. Сондай-ақ облыстағы орман шаруашылығы мекемелеріне аталған аудандардың жеке қосалқы шаруашылықтарын мал азығымен қамтамасыз ету үшін 1 мың рулоннан пішен даярлау тапсырылды. Рахмет. Өзіміз көріп көп болғандай, жаз басында облысымызға қарасты Қосбірде оңтүстік ауданда қуаңшылыққа байланысты төтенше жағдай жарияланды. Қазір аталған аудандардағы жағдай қандай? Әңгімені осыдан бастайықшы. Енді жалпы облыста қыстақ әзірлену барысы жөнінде айтып өтсем, сосын аудандарға көшейін. Жалпы қысқа 24-25 жылдардың қыстағына 1 миллион 66 мың шартты бас қыстаққа кіреді деп есептеп отырмыз. Соған біздер 2 миллион 23 мың тонна шөп дайындауымыз керек. Оның сыртында 230 мыңдай жем, 11 мың тонна сүрлем, 9 мың тонна пішендемен дайындау жоспарлап отырмыз. Үзінді де айтып атыр, оның сыртында 148 мың тоннадай былтырғы қалдықтарымыз бар. Енді күні бүгінге келетін болсақ, қазір 4 миллионның үстінде жерлер шабылды. Орташа өнімділігі 3,5 центнерден беріп жатыр. Былтырғы осы өнімділікпен салыстыратын болсақ, былтырлар 4 центнерден берді гектарына. Енді 1 миллион 64 мың тонна қазір әзірлеп отырмыз. Бұл жалпы жоспарымыздың 77-те 3% құрайды. Орындау оқыр. Енді ана былтырғы қалдығымыз 148 мың тонна қосатын болсақ, солай есептейтін болсақ, 87-85%-дай қазір дайындалып отыр деп есептеп отырмыз. Енді қалған 10%-ын қайдан алмақсыздар? Қалған 10%-ды. 10%-дай қалып отыр. Енді осы қалып отқан пайыз қазір айтатын болсақ, Байтерек, Қаратөбе, Сырым, Шыңғырлау аудандары шөп дайындау жұмыстарын аяқтай келді. Жуық арада Бөрлі, Теректі, Тасқала, Орал қаласыларда осы жұмыстардың ыңғайлы келеді деп есептеп отырмыз. Енді мәселе жаңа өзіңіз айтқан Жәнібек, Бөкей Ордасы аудандарында қажетті мөлшерде шөп дайындау мәселесі қиындықтар туғызып жатыр. Себептері біздің есептеуіміз бойынша жалпы күзде, көктемде ылғал жақсы түскенмен, мына сәуір айында 30 градусқа дейін жеткен ыстықтар болды. Мамыр айының басында 2-3-терінде -5 градусқа дейін салқындық болды. Міне осы содан кейін жаңбырсыз
шілде айына дейін ысылықтар болды. Осы себептерге байланысты мына жаңа аталған аудандарда шөптің шығымы өте төмен. Қазір біздің алып отқан есептеріміз бойынша 1,8, 1,9 гектардан центнер шөп алып жатыр шаруашылықтар. Олар қарап жатқан жоқ әрине. Жаңа шөптер шауып жатыр, но жаңа өнімділігі өте төмен. Енді осы оңтүстік аудандарымыздың қысқа дайындалу бағытында біздер шешімдер қабылдап жатырмыз. Төтенше жағдай жарияланды. Осы бағытта аталған аудандарды қысқа дайындау бағытында жұмыстар ауқымды жүргізіп жатырмыз. Түсінікті. Енді аталған аудандарда төтенше жағдай жарияланғанын білеміз. Жалпы осы төтенше жағдай шеңберінде қандай нақты шаралар қабылданып жатыр? Атап айтқанда қандай өкімет тарапынан көмек көрсетіледі шаруаларға? Енді бюджет есебінен, жергілікті бюджет есебінен төтенше жағдай жарияланып, Жәнібек ауданында, Бөкей Ордасы ауданында ережеге сәйкес мал азығын дайындауда оның құнын азайту бойынша біздің субсидияларымыз бар, төлейтін. Осы бағытта екі ауданға 3 миллиард 263 теңге бөлініп, облыс әкімінің қаулысы шықты осы өткен жұма күні. Енді осы аптаның ішінде шаруа қожалықтарына аналық малына субсидиялар төлей бастаймыз. Ол ірі қара малына 22 мың, ұсақ малға 8 мың, жылқы малына 8 мың, ұсақ малға 3 мың теңгеден аналық басына төлейміз. Әрбір аналық басына шаруа қожалықтарына, өндірістік кооперативтерге және де жауапкершілігі серіктестікке. Бұл жаңа ұйымдастырылған шаруашылықтар. Енді бұның сыртында қарапайым ауыл тұрғындар бар. Осының сыртында елді мекеннің орталықтарында тұратын жеке қосалқы шаруашылық деген категориямыз бар біздің. Міне осы категорияға барлық аудандардың территориясындағы елді мекеннің тұрғындарының ауласындағы малының есебі, қанша қажеттілігі шөптің есебі алынып, бұл шаруашылықтарға шөпті тасымалдауға кететін шығындарын бюджет арқылы өтеу жоспарланып жатыр. Жоспарланып жатқанда бұл жұмыстар жүріп жатыр. Тамыз айында уже басталып кетті. Күні бүгінге айтатын болсақ, Жәнібек ауданына 6 мың рулона жеткізіліп отыр. Бөкей Ордасы ауданына 1600 тонна рулон тасымалданып жатыр. Бұл жұмыстар әлі жалғасып жатыр. Қарқыны жайлап өсіп келе жатыр. Жұмыс ақшалары бар, жеткілікті. Ең бастысы соны жергілікті атқарушы органдар, тұрғындар бар. Ұйымдасқан түрде осы мүмкіншілікті пайдаланып қысқа әзірлену керек. Облыс әкімдігі өз тарапынан жаңағы тиісті мөлшерде қаржыларды бөлді. Жаңа өзіңіз айттыңыз, төтенше жағдай жарияланған қос ауданға қосымша жем шөп тасымалданып жеткізілуде деп. Жем шөптер қайдан, өзге өңірлерден ба, немесе өз өңіріміздегі өзге аудандардан ба? Енді әртүрлі, біріншіден енді Бөкей Ордасы мен Жәнібек аудандарында шөп жоқ қой. Ары қарай жаңағы біздің облысымыздың территориясынан олар тасуға құқылы. Бағасына мысалы келіссе, жеке қосалқы шаруашылықтарды айтып жатыр. Бағасына келіссе, тасымалдаушы мен келісім шартқа отырады, ауыл әкімшілігі белгіленген тарифі бар, бір шақырымға қанша қаржы төлену керек, соған келісе отырып тасымалданады. Кез келген ауданнан, кез келген ауылдық округтен тасуға құқылы. Оның ішіне шөп те кіреді, жем де кіреді. Бір сөзбен айтқанда өңіріміз өзімізге қажет тасыған тиімді. Себебі бөлінген ақшаны алыстан тасып, тауысып алуға болады. Шама келсе жақын жерден ол үшін мал иелері, ауыл әкімшіліктері, аудан әкімшіліктері жұмыс жүргізіп,
ұйымдастырып жатыр. Жалпы өзіміздің облыстың территориясында шөп бар. Өңірімізді облыстың қамтитындай. территориясында шөп бар, соны тасымалдап жеткізуіміз керек. Түсінікті, рахмет. Құрметті телекөрермен, тағы да қаперлеріңізге салайық. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Зұлғашев Рүстем Мүлкайұлы. Біздің бүгін көтеріп отырған тақырыбымыз қысқы мал азығын қамдау маңызды іс. Егер осыны тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз болса, әсіресе ауылдық жерлердегі шаруа қожалықтары, көгілдір экранның төменінде көрсетілген байланыс нөмірлеріне қоңырау шалыңыздар, немесе өз сауалдарыңызды жазбаша түрде 8-701-212-42-42 нөміріндегі WhatsApp мессенджеріне де жазбаша жолдауларыңызға болады. Тікелей эфир барысында шалған телефон қоңырауларыңыз қабылданып, жазбаша жолдаған сауалдарыңызда оқылып, жауап алынбақ. Ендеше қапы қалмаңыздар. Рүстем Мүлкайұлы, төтенше жағдай жарияланған бізде екі аудан. Бұл Бөкей Ордасы өзіңіз айтқан және Жәнібек ауданы. Енді сонымен қоса жем-шөп мәселесі қинап отырған одан да басқа оңтүстік аудандар бар. Атап айтсақ, банағы аудандарға шекаралас жатқан Жаңақал ауданы және Қазталов ауданы. Ауданның барлық аумағы емес, сол төтенше жағдай жарияланған аудандармен шектесетін ауылдық округтерде де жем-шөп мәселесі қинап отырғандығы мәлім. Оларға қандай да бір көмек көрсетіле ме? Жандоша, өзіңіз айтып өттіңіз, шекаралас округтерде жағдай бірдей. Енді бірақта бұл ауданның ерекшеліктері бар. Қазталов ауданының территориясында, Жаңақал ауданының территориясында биыл өздеріңіз білесіздер, жақсы су келді округтенде. Осы ауданның территориясында лимандар бар. Жалпы облыс бойынша 148 мың гектар жерге лимандарға шөп шықты. Лимандардан 15-20 центнерден қазір өнім алынып жатыр. Яғни осы лимандардың басым көпшілігі Жаңақал ауданында, Қазталов ауданында орналасқан. Бұл жерде шаруашылықтар қазір өнімін жинап жатыр. Әрине шөп жоқ округтерге сол ауданның территориясынан тасымалдап жатыр күні бүгінде. Тасымалдау қашықтықтары қысқа, мысалы алдындағы Жәнібек пен Бөкей Ордасынан салыстырғанда қысқа. Дегенмен Жәнібек ауданы мен Бөкей Ордасы ауданы мен шекаралас орналасқан ауылдық округтарға осы тәсілдермен шаруа қожалықтарына мемлекет тарапынан көмектесу, жеке қосалқы шаруашылықтарына қолғабыс беру мәселесі қазір талқыланып жатыр, есептеріміз шығарып жатырмыз. Күні бүгінге төтенше жағдай жариялап шешімдер қабылданған жоқ, бірақ та күн тәртібіндегі мәселе, бұл мәселелер талқылануда күні бүгін. Түсінікті. Енді Рүстем Мүлкайұлы, осы жем-шөптің шығыны жайлы биыл бірінші жыл емес, жалпы оңтүстік аудандарды бұл жылма-жыл қинайтын мәселе. Осыған орай қазіргі заманауи озық жаңа технологияларды пайдаланып, мысалға шөп егу жұмыстары қалай қолға алынды, басталды ма жалпы? Біздер осы жақында естіп едік, мысалға Қазталов ауданына қарасты Ақбатер ауылында көп жылдық өсімдіктер, соның ішінде шөп егіледі деп жаңа технологияларды қолдануға. Бәлкім жылма-жыл қайталанатын мәселенің сондай бір баламалы жолдарын қарастыру керек болар. Әрине. Ол өзіңіз айтқан жылдан жылға қайталанып жатқан мәселе, себептері көп. Бірінші жалпы ауа райындағы өзгерістер, құрғақшылық, ылғал жерге түсетін азайып келе жатыр. Екінші, малдың басы өсіп келе жатыр. Қазір біз малдың басын нормалар бойынша жерге салатын жүктемені есептейтін болсақ, бізде қазір жүктеме 2 есе асып тұр. Жаңа айтқан мал шаруашылығымен айналысатын оңтүстік аудандарда. Енді бұл жерде киікті қоспайсыз ба мәселеге? Осы мәселенің қатарына киікті де қосуға болады ма? Киікті қоспағанда, оның үстіне киігіміз бар. Ол да өзінің теріс әсерін тигізіп жатыр деп біздер есептейміз. Міне осындай жағдайда бір жол жаңағы топырақтың деградациясымен күресу, екпелі шөп
егу, суармалы жерлерді пайдалану осы бағытта біздер жұмысымызда айтып атқан үгіт насихат жұмыстарымызда осы бағытты қолға алу керек деп айтып жүрміз. Және де Қазталов ауданы Ақбатер ауылындағы Ерқожа шаруашылығын айтып атсыз. Жәнібек ауданында бірен-саран шаруашылықтар пайда болып жатыр. Бөкей ордасында, Жаңғал ауданында 1-2 шаруашылықтан пайда болып жатыр. Ол жағы осы бағытқа ең алғаш пионерлер деп айтуға болады. Әрине, бұрынғы кездерде суармалы жерлерді мықтап пайдаланған, совхоз кездерінде, совет замандарында, қазір олардан біздер айырылып қалдық. Сол қайттан қалпына келтіру, сол әдістерді қайттан қолдану бағытында жұмыстануымыз керек. Басқа айламыз жоқ. Мемлекет өз тарапынан осы бағытта жұмыс істеп жатқан шаруашылықтарға ынталандыру шаралары да бар. Субсидиялар беру, суармалы технология қолданған, оған алған жабдықтарға 80%-ға дейін жететін қазір мүмкіншіліктеріміз бар, жеткізетін. Қозғалыстар бар. Бірақ та түбегейлі мәселені осы бағытта шешті деп айтуға әлі ерте. Бірақ та осы бағыттағы жұмыстарымызды жүргізе беруіміз керек деп ойлаймын. Нәтиже беріп жатыр ма? Нәтиже беріп жатыр әрине. Нәтиже беріп жатыр. Жаңа екпелі шөп еккен суарусыз Набагаре дейді. Мысалы, Бөкей ордасындағы Боранбаев шаруа қожалық 40 центнер гектарына алып жатыр. Судан шөбін. Жақсы. Және де 2 рет шауып жатыр кемінде. 3 рет шауып жүруіне 1 жылда мүмкін. Сондықтан оның енді нелері, преимуществолары көзге көрініп тұр. Соны қолға алуымыз керек. Соны пайдалануымыз керек. Себебі бұндай жағдайлар болашақта қайталана беруі мүмкін. Түсінікті. Рахмет. Енді қазір қарапайым ауылдық ағайын алдарындағы азын-аулақ малдарының өзін азар бағып отырғандарын айтады көбі. Себебі шабындық жерде, жайылым жерлерде негізінен ірі шаруа қожалықтарының иелігінде мемлекеттен субсидияны алатын солар негізінен. Ал жаңағы сюжетте көргендей, облыс әкімінің өзі тілге тиек етіп кеткендей, жердің көп бөлігін солар иеленіп отыр. Ал қарапайым халық алдарындағы азын-аулақ ағадал малдарын асыраудың амалдарын таппай дағдаруда. Бұл осы қарапайым тұрғындарға қандай да бір қолдау бар ма жалпы? Сұрақ түсінікті, бір үлкен күрделі мәселелерді, күрделі мәселе. Себебі бір кездерде ауылдық елді мекеннің жерлерін белгілеп, соның көлемін белгілеп атқан кездерде сол кездегі бағылымдағы малдың санына қарай белгіленген ол жерлер. Сол кездерде ол жеткілікті болды. Енді жалпы малдың басы өсіп келе жатыр. Мысалы 92 жылдармен салыстыратын болсақ, ірі қара малы бізде 2 есенің үстінде өскен, облыс бойынша жылқы малы 3 есенің үстінде өсіп отыр. Ол біздің жаңағы ИСЖ базаларда статистикалық мәліметтер бойынша алып отқан. Қой малы сол кездегі деңгейге әлі жете алмай жүр. Ірі қара мен жаңағы жылқы 2 есе 3 есе өскен. Енді осының бәрі неге алып келеді? Жаңағы бізде облысымызда 8 миллиондай ауыл шаруашылық жерлері болса, соның 6 миллион гектары жайылым. Жаңағы қолымызда бар малдың басына қажетті нормативтер бойынша есептесек, 10-11 миллион гектар жайылым керек. Міне осы жерде жерге салып атқан біздің жүктемеміз, оның қаншалықты жетіспей тұрғаны көрінеді. Енді елді мекендердегі тұрғындардың мәселесі мемлекет тарапынан, мемлекет жалпы жеке қосалық шаруашылықтарға субсидия, басқа да түрлерін көмектің көрсетпейді. Ондай белгіленбеген біздің елімізде қолданып атқан ереже заңдарымызда. Бірақ та ауыл тұрғындары өндірістік кооперативтерге бірігіп, өздерінің шаруашылықтарын бірігіп жүргізетін болса, сол кооперативтің мүшелері шаруа қожалықтарының пайдаланып отқан барлық мемлекеттік тарапынан көрсетілетін қолдауды пайдалана алады. Сол бағытта ұйымдастыру жұмыстарын біздер жасап жатырмыз. Күні бүгінге бізде
облысымызда 370 кооператив жасайды. Жұмыс жасап тіркелген, соның ішінде 250-дей жұмыс жасап тұр. Міне осы 250 кооперативіміз біздің субсидияларын алып жатыр, техникаларын алып жатыр. Мемлекеттің тарапынан көрсетілетін басқа да қолдауларды пайдаланып отыр. Жалпы мемлекетке де мына шаруа қожалықтар, өндіріс кооперативтері дейміз, олар ұйымдасқан шаруашылықтар деп аталады. Жеке қосалқы шаруашылықтар ол ұйымдаспаған шаруашылықтар болып белгіленеді. Сіз осындай ұйымдасқан шаруа қожалығына бірігуді ұсынасыз ғой? Кооперативтерге бірігу керек. Біздер кооперативтерге мемлекет тарапынан лизингке алып жатқан техникасын 50%-ға дейін құн қайтара аламыз. Кооперативтер егін шаруашылығымен, суармалы егін шаруашылығымен айналысып жатса, алған құрал жабдықтардың 80%-на дейін қайтарыламыз. Кооперативтерге жер алу кезеңінде көрсетілген бір қосымша балдары бар. Сондай мемлекет кооперативке ұйымдасып кетуіне жағдай туғызып жатыр. Соны біздің тұрғындар пайдалану керек деп түсіну керек дейсіз. Рахмет, Рүстем Мүлкайұлы. Енді ұйымдасқаннан ұтпаса, ұтылмайды. Ұтылмайды. Ұйымдасу керек. Мемлекет жаңа өзіңіз айтып отқан ережелермен солай қарай итермелеп тұр ғой мемлекет. Ұйымдасын деп. Енді күні кеше ғана осы 2 апта бұрын президентіміз жаңа жолдау жариялады. Жаңа жолдауда осы өнім өндіру мәселесіне көбірек тоқталды. Өнім өндіруге көшуіміз керек. Біздер өзіміз шикізатты шетелге шикі күйінде шығармай өнім ететін болсақ, одан өндірісіміз де ұлғаятындығын айтты. Енді осы орайда біздің еліміз, соның ішінде Ақжайық өңіріміз бірден бір аграрлы өңір. Негізгі кәсібі ата кәсіп бұл мал шаруашылығы. Бірақ осы ауыл шаруашылығының ішкі өнімі дегенде өңірімізде бетке шыққан сүйелдей шодырайып тұратын бір шаруалар бар. Оларды атап өтетін болсақ, күнінде күркіреп ашылған дүркіреп, Батыс марқа ламп деген, Краум Батыс деген ірі жобалар болды. Жалпы бірақ оның барлығы да соңы сұйылып кетті, жабылып қалды, жүргізе алмады өндірісін. Осы орайда қазіргі күнде осы ауыл шаруашылық өнімдерін өндіретін еліміз демей-ақ қояйық, жалпы өңіріміздің өзін өніммен қамтып отырған осындай ірі кәсіпорындар бар ма бізде? Бұларды жасақтауға қандай жұмыстар жүріп жатыр? Дұрыс айтасыз. Ірі марқа ламп деген, Краум Батыс деген кәсіпорындар жұмыстары тоқтап қалды. Себептері әртүрлі. Бірақ та біздің алдымызда тұрған мәселелер соларды қайтадан жұмысқа қосу жіберу бағытында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Облыс әкімдігімен. Күні бүгінге айтылатынымыз Краум Батыс жөнінде. Краум Батысты бір инвестор қызығушылық білдіріп, күні бүгін өзінің қарамағына алып, қазір қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Атыраулық инвестор ғой? Жоқ, өзіміз мына Терра Ақжайық деген. Олардың бір подразделениесі Казталовкіде Талдапанда ет индустриясы. Ет индустриясы, сол компания жұмыс істеп жатқан. Терра Ақжайық деп аталады, мына жердегі Краум Батыстың орнына келіп жатқан компания. Бұл компания қазір енді көп жыл тұрып қалып, құрал жабдықтардың кейбір бөлшектері жоқ, ғимаратта зақымдалған, соны қалпына келу жұмыстарымен айналысып жатыр. 1 қазаннан бастап іске қосылады деп. Осы биылғы жылы? Мына осы алдымыздағы 1 қазаннан бастап жұмысқа қосылу керек. Жоспарлары бойынша желтоқсан айларына дейін өзінің жаңағы жобаланған қуаттылығына жетіп 15 мың ірі қара бір мезгілде бордақылануда тұру керек. Бәрекелді, бұл сүйінші жаңалық осы құтты болсын. Жаңалығымыз бар. Енді марқа ламп бойынша да тап осындай жұмыстар жүріп жатыр. Оған да қызығушылық білдіріп жатқан инвесторларымыз қазір жұмыс жасап жатыр. Бұрынғы оның жаңағы
кепілге салынған мүліктері бар, бер жақтары бар. Сондай есеп айырысу жұмыстарымен жүргізіп жатыр. Енді ол анықталғаннан кейін айтатын бармыз, қазір енді айтуға ертерек деп ойлаймын. Осы бағытта осы екі кәсіпорын бойынша қарап жатқан жоқ, жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Әрине шапшаңырақ болған жақсы көреміз, бірақ та өзінің мезгілі келгенде қосылатын бар деп рахмет. Рүстем Мүлкайұлы, біздің шақыртуымызды қабыл алып, бүгінгідей қарбалас кезеңде қауырт мезгілде бағдарламаға қатысуға уақыт тауып, бізді телекөрермендерімізді осындай маңызды да құнды ақпараттарыңызбен ақпараттандырып жатырғандарыңызға, бізді телекөрермендерімізде дән риза деген үміттеміз. Жасап жатырған жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Құрметті телекөрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Келер аптада амандықпен кездескенше.